Республикалық маңызы бар Алматы-Бішкек тас жолының бойындағы көлік ағынын реттеу мақсатында алдағы уақытта екі бірдей нүктеде бағдаршамдар пайда болады. Оның бірі тас жолдың 19 шақырымның маңайы болса, екіншісі мына бір сіздер көріп тұрған жаяу жүргіншілер жолағында болады. Автодорога Алматы-Бишкек 19 километр. По просьбе населения и местного акимата в рамках содержания делаем здесь объездную дорогу. Чтобы разгрузить пробку, ставим временные светофоры. Но в дальнейшем, после реконструкции, там будет подкова. Это все, конечно, уберется. Но сейчас, в данный момент, чтобы разгрузить пробку, здесь будет трехполосный разворот. Қазір мынау республикалық маңызы бар Алматы-Бішкек тас жолында жол қозғалысының қауіпсіздігін алдын алу мақсатында және жүргізушілер мен тұрғындардан келіп түскен өтініш, арыз шағымдарды, ұсыныстарды негізге ала отырып, біз Қазавтожол мекемесімен бірге қарау жүргіздік. Нәтижесінде 21 шақырым және 25 шақырым Долан ауылының тұсына жаяу жүргіншілер жолын және бағдаршам орнатылып қазір басталды. Жаяу жүргіншілерге арналған батырмалы бағдаршам болады. Жаяу жүргіншілер келіп, батырманы басқан кезде сол жерде күтеді, кішкене жасыл жанған кезде келесі бетіне өтуге рұқсат береді. Ал 19 шақырымда ол екі жақты үлкен бағдаршам орнатылады.